Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгіннен бастап қаланың әлеуметтік нысандарына жылу беріле бастады. Бұл туралы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінде хабарлады. Тұрғын үйлердің қысқа дайындығы қалай? Жалпы көп қабатты үйлердің батареялары қашан жылынады? Сюжетте толығырақ. 15 қыркүйекте қалалық әкімдікпен қаулыға қол қойылды. Онда 16 қыркүйектен, яғни бүгіннен бастап Павлодар шаһарының бірқатар нысандарында жылу беріледі делінген. Ағымдағы жылдың 16 қыркүйегінен бастап әлеуметтік нысандарға, ол біздің балабақша үйлері, мектептер, денсаулық сақтау ұйымдарына жылу берілетін болады. Және 23 қыркүйектен бастап тұрғын үйлерге жылу берілетін болады. Бірақ біздің халыққа айтып кететін бір жағдай, егер де 16 қыркүйекте мысалға жылу берілетін болса, ол бір мезетте барлық жерге жылу беріледі деген сөз емес. Сол бір айдың ішінде беріледі 100%. Айта кетейік, Павлодар қаласында қазіргі таңда 500-ден аса үй 100%-ға қысқа дайын екен. 1245 үйдің ішінен бізде бүгінгі күні 100%-ге дайындық 589 үй бар. Сол үйлерге бірінші кезеңде беріледі. Екінші кезекте 80%-ды дайындығы бар үйлер, ол 292 үй, оларға беріледі. Әрі қарай дайындыққа байланысты жылу 100%-ды қамтимыз деп ойлап отырмыз. Қалада 213 үй қазір ыстық сусыз отыр. Мамандардың айтуынша магистральдық желілердегі жұмыстар 95%-ға аяқталған. Самал Қалиқызы, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат.